Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын ерекше дәмді салат дайындайтын боламыз. Ең алдымен кәдімізді жуып, осылай ұсақтап турап аламыз. Қызып тұрған майға салып, жақсылап қуырамыз. Кәдіні кукуруз крахмалына немесе ұнға аунатып қуырсаңыздар да болады. Мен еш нәрсеге аунатпай бірден осылай қуырдым. Қуырылған кәділерімізді қағаз майлыққа түсіріп аламыз және қалғандарын осылай қуырамыз. Ендігі кезекте соус дайындаймыз. Бір тіс сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Ыдысымызға саламыз, үстіне копченый қызыл паприка қосамыз және 3 ас қасық ыстық сұйық майымыздан құямыз. Жақсылап араластырамыз. 1 ас қасық соя соусын қосамыз. Және 1 шай қасық құмшекер қосамыз. Және 1 шай қасық рисовый уксус қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын. Ендігі кезекте осындай чери қызанақтарымызды осылай 4 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Бұдан бөлек бізге осындай көк шөптер қажет болады. Менде райхан, салат жапырағы және бейби рукола. Бәрін жақсылап жуып, сорғытып аламыз. Дайын болған соң ыдысымызға саламыз. Ең бірінші кәдімізді салып шығамыз. Үстінен қызанақтарымызды қойып шығамыз. Және моцарелла ірімшігін, одан бөлек сырные шарики қоямыз. Және де бөдененің жұмыртқасын осылай бөліп салып шығамыз. Ортасын осылай райханмен әдеміледім. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға, фантазияларыңызға қарай әдемілесеңіздер болады. Ең соңынан осылай үстінен соусымызды құйып шығамыз. Соус өте дәмді. Осы соуспен дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Сырные шариктің рецептін астына описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздердің сүйікті салаттарыңыздың бірі болатынына сенімдімін. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі дәмді салаттардың рецептерімен бөлісетін болам. Сау болыңыздар.